Автор Нұрқалық Абдырақын. Қой мен қойшы. Желтоқсаншылардың рухына бағыштаймын. Орал тауының басына қара бұлт үйіріліп, жаңбыр тамшылай бастады. Желтоқсанның ұйтқы соққан долы бораны жаңбырды түре қуды. Ысқыра гуледі. Айналадан басқаша дыбыс шықты. Ел орынға отырар қар бұрқасындады. Таң атқанша бар аймақ аппақ көрпесін қымтап жамылды. Таңғы азанның даусымен қойлар аяққа тұрды. Қойшы қораның есігін ашып, қойларын өргізуге келді. Бір жылда бір рет жалғыз қозы туып, тоқтаусыз сойылып жатса да тұқымы азаймайды. Ал ит жылына 4-5 рет 10 күшіктен туса да саны өспейді. Ит байғұс таң атқанша қораны күзетіп, азанда қалғып кетеді. Қалың жүнді қара қой еріншектене қой бастады. Қойшы текені алдыға қарай айдады. Қойлар оның артына ілесе ерді. Аспан көрінбейді. Қар әлі қылаулап жауып тұр. Күнәсіз мекеніне қарай жерге пәк күйінде келген түйіншіктер қойдың тұяғының астында басылуда. Жалғыз аяқ жолда тізілген қойлар екінші қатарға еш шықпайды. Қарды бұзып сақалын сілкіп, ешкі жеңіл басады. Қойшы қанша бишігін үйре қауласа да қойлар тыңнан жол салмады. Көк беткейден асып, алды көрінбей кетті. Арты әлі есік алдында. Қойшы атын ерттеп, түскі асын алып, үйдегі соғымға байлаған тор бие мен бұзауларға су беріп сал, деп домбалшақ келген қара қатынына бұйрық бере сөйледі. Ол тыңдағаны да, тыңдамағаны да белгісіз бір шелектегі сүтті екінші шелекке құйып, өз жұмысымен әлек. Қара баласы есікті қиялап ашып, «Әке, қашан келесің?» деп айғай салды. Әкесі үнсіз атына мініп, тазысын қойдың артына ілесті. Радиосын ұмытып, бір келіп қайта шоқырықтай жөнелді. Баласы етегін желге түргізе далбаңдап бара жатқан әкесіне қарап мәз болды. Артта қалған аз қойды бейшігімен сабалай, тазысын қоса қуғызып айдады. Қар көрмеген тоқтылар не туып жейміз дегендей мелшиіп қарап тұр. Қақсал кәрі саулықтар жерді тарпып, астындағы сары шөпті жұлып, басын көтере, тоқтыларға мойын бұра құрс-құрс шайнайды. Оны көрген тоқтылар соларша жерді бір-екі тарпып, ештеңе жоқ қой дегендей озандата маңырайды. Қойдың алды етекке жетті. Қолын аузына салып қойшы ысқырды. Бірақ қойлар оны тыңдамай, тастың арасындағы сары шөпті қуып барады. Енді аз құлдаса, Естайдың қойына қосылады. Атын тасқа байлап салып, борбалаңдай жүгіріп, қойларын қайырды. Тастың үстіне ат көрпесін қойып, шоқиып отырды. Таусылмас қиялына мінген жалғыз қойшы тау басында өзімен өзі екіге жарылып сөйлеп отыр. Осы мен неге малмен бірге мал болып, оның боғын иіскемесем тұра алмайтын болдым. Несі жаман? Сенікі қарапайым бақытты өмір философиясы. Өзіңмен өзің ыңдыңсыз күн кешу ғой. Қойшы, өтірік мақтау. Анау тележәшікте сөйлеп тұрғандар қандай бақытты. Сөзде қандай, өздері де қандай. Оларды қой. Биік тауды алыстан көріп, тамсан жанына барсаң, ой шұңқырын көріп, қарның ашады. Олар елдің алдында әдемі сөйлегенімен көбі әйелінен қорқады. Сенде бар нәрсе онда жоқ. Азғантай етті пәленбай ақшаға сатып алады. Қытайдан келетін порошок езіндісін сүт деп шет. Айранды сұрама. Солай ма? Бақыт деген ішіп жеуме өзі? Бақыт деген кім неге қызығады? Соған маңдай терін төгу. Солай әр сәтті ішке еркіндікте өткізу. Оларда қалаған жұмысында жүр ғой. Олардікі де ұнатқан жұмыс. Бірақ көбісі күн көріс қамы, айлық үшін. Оларда Алла ризалығы, отан, ұлт қамын сұрама. Байлар болса бақ, тақ, дүние, сұлу әйел таласып күн кешуде.
Өздерімен өздері жанартаудай жарылайын деп жүр. Солай ма? Иә, олар өзара итше ырылдасып жалғыз кезде іштері қасқырша уылып, әйелін түлікше алдап, бастығының алдында маймылша бұлаңдап, кейбір кезде өзінен төмендерге аюша ақырып, ел алдында арыстан кейпін танытады. Қойшы төбесіндегі бұлтқа қолын соза есінеді. Етекке құлдаған қойлары көрінді. Қолын аузына салып бір ысқырды. Сарбас алаяқ сыпыра кілт тоқтап өрге қарай бұрылды. Барлық қойдың оның артынан жоғары қарай өрледі. Күн қиғаш қарап көлеңкесіне 2 есеге ұзартты. Қойшы жан-жағына қарап туған жерін ұзақ көз салды. Үйсін тауы батыстан шығысқа қарай ирелеңдей орқаш-орқаш биік шыңдармен жалғасады. Оң бетінде өртекес қалашығы, нәсілді жылқы фирмасы, шабырты, ұзынбұлақ, тасбұлақ, шолақмыс, ортамыс, шетмыс, қалқаты, шилі өзек, қобы, текес, оған параллель жылқы пішендес тау жатыр. Бұл тауының табиғи жаратылысы тамаша. Топырағы майлы, шөбі шүйгін. Таудың батыс сілемі қара төбедегі аласа жоталардан басталып, шығысы қобыға тіріледі. Ақ дала аумағына жақындап, тау жылқы мойны сияқты тіктеле жотаға ұласады. Тау жотасының басталған жері айыр кезең деп аталады. Жотаның күнге бетіндегі оңтүстіктен солтүстікке созылған ұзын сайлар жанға жайлы қыста мал қыстатуға өте ыңғайлы. Қасым сай, Нұржұма сай, Кішкене Сұлу сай, Құсайын сай, Әбдірақпан сай, Талды сай, Қызылтас сай, Желді сай. Бұл сайдың желі тоқтаусыз соғатындықтан суық жел адамдардың көбі керең жасаған. Бұлайғы жұрт кереңдер сай деп те атайды. Борлы сай осы сайға дейінгі ел жазда. Балық судың жайлауына жайлайды. Кең сайдан таудың ең биік шоқысы басталады. Таудың шоқысына шығатын асу тік қырдай. Бұл асуды адамдар айғыржал деп атайды. Осыдан бастап шығыстығы қоралары жазда тау шоқысының үстіне жайлауға барады. Қарағайлы сай, Теректі сай, Сұлу сай, Қалмақ, Пәшке сай, Шәкір сай, Зікір сай, Қызыл мойнақ сай деп та атайды. Әр сайдың бас аяғы 30 шақырымнан асады. Малдарын айдап, қарашаның ортасында сайға кіріп, наурыздың соңын ала етектегі жазыққа көктеуге көшеді. Ел арасы қыста сырттай тату болғанымен, қой ұры, қойшы өтірікші, ұсақ өкпе ренішке толы болады. Сол таудың шоқысының үстінде айға жуық ат шалдырған Қаракерей Қабанбай батыр жерді танып, ат тауы деп ат қойыпты. Содан бері бұндағы жұрт солай атайды. Атауының шоқысы теңіз деңгейінен биіктігі 2423 метр. Шоқы дегенмен үсті жазық, ұзындығы 25 шақырымдай, ені 6 шақырымдай. Сонша биіктігіне қарамастан жас баланың еңбегіндей былқылдаған саз және бастауларға тола. Мал мен жанға жайлы қоңыр жай мекені. Солтүстік жағы Үйсін тауы, оңтүстік жағы Тәңір-тау. Екі таудың орталық ойпатындағы жазыққа біткен дара тау. Оңтүстік бөктерінде Текес өзені көлбей ағып жатып, тауға шығып қарасаңыз, 4 күл төңірегіңіз түгел көрінеді. Бабалардың қарауыл шоқысы. Таудың ең биік шоқысында Жоңғар Ғалден Сәренің Бұрхан шоқысы бар. Ал Қабанбайдың тесік тасы осы аттың таудың шығыс жақ етегінде. Көктерек қырғыз ауылының Маралтас деген жеріндегі Көктерек өзінің Текеске құяр аузына тұспа тұс келеді. Тесік тастың асты ұзын сай. Тар кезең, мұнда бұрыннан көш жолы бар. Бұл жол солтүстікке қарай Күркілдекті басып, орта мыс жолына кетеді, оңтүстікке қарай
қызыл мойнақ кезеңіне асады. Асуда аттың ер тоқымы сыпырылып түсердей шаншылма тік әрі тар. Әр адам бір-бірлеп шығады. Асудың дәл үстінде қолдан жасағандай шағын бөлме іспетті атақты тесік тас тұр. Сол жерде қырғыздың батыр Әтекені Қабанбайдың өлтіргенін шалдардың аузына талай рет естіген. Асуға шыққан соң Текес өзенін жағалап, Өртектестің Ақ дала ауылына, ал Текес өзеннен өтіп Көктерек ауылына барады.